Сәлеметсіздер ме менің каналымның көрермендері, тыңдаушылары. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерді Monster деген керемет ойынмен таныстырғым келеді. Бұл ойын өте қызықты, өте оңай және де балаларға өте қатты ұнайды. Бұл ағылшын тілінен пайдаланылатын ойын Monster деп аталады. Бұл ойынды ойнау үшін сіздер монстрды қиып алып, оны шығарып, 3-4 оқушыға дайындайсыздар. Содан кейін тақтаға барлық ағылшын тілінен алфавитті жазып қоясыздар, үлкен әріпмен, кіші әріпмен. Одан кейін тақтаға бір оқушыны шығарасыздар. Сол оқушыны шығарғаннан кейін сіз өзіңіз әріптерді айтып тұрасыз. Мысал үшін P T деп ол оқушы сол әріпті тауып монстрмен үстіне басу керек. Яғни монстр әріптерді жеп үлгеруі қажет. Бұл ойынды ойнаған кезде балалар өте қызығады, әріптерді тапқысы келеді және де барлығы тақтаға шыққысы келеді. Сіз жаңағы әріпті таба алмай жатса, өзіңіз көрсетіп көмектесуіңізге болады. Оқушыны отырғызып, келесі оқушыны тақтаға шығарасыз. Мысал үшін, міне менде еркен аз шықты тақтаға. Оған монстрді береміз, ол оқушы тура сондай жаңағы алфавитті айтасыз, ол оқушы табуы керек. Міне осындай қызықты ойын сабаққа пайдаланыңыздар. Рахмет.